Мен Өзбекәлі Жәнібеков атындағы номер 4-ші лицей-интернатының 9-ші А сынып оқушысы Сапар Мерей. Бүгінгі жарысқа дайындап алып келген туындым Ильяс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасына арналған буктрейлер. Қабыл алыңыздар. Поэма сюжетін құрайтын оқиғалар адамды бей-жай қалдырмайды. Болып жатты ұлы жиын, жиынның мыңнан бірін айту қиын. Еті тау қымызы көл деуге болар, айтқанда тартыңқырап астың сыйын. Соларды уысыңнан шығарма. Қатал болмай қадірің артпайды. Құлдық десе қолпашта, бас көтерсе басын шап. Іштерінде Атой деген бір бүлікші бар. Соған құрығым жетпей арманда кетіп барам. Менің асымда лажын тауып сол сүмелектің көзін құрт. Көзден мойны бозып, құлагер келе жатты тістеп бұйрық. Қамшылап екі жаққа алма кезек, баласы көк түйгіннің қақты безек. Көк атты осы арада артқа тастап, жөнелер құлагерге осы кезек. Жанасып құлагерге қалғанында сақ етіп айбалтасы құлан ұрды. Құлагер поэмасы қазақтың дарынды әншісі Ақан серінің трагедиялық өмірінің бір тұсын шынайы суреттеу арқылы сол замандағы замана шындығын, сонымен қатар ақындардың бет-бейнесін анық көрсетті. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған Құлагер поэзиясы. Оң қолынан өнер тамған ақын Ильяс Жансүгіровті қазақ халқы ешқашанда ұмытпас.